Құрметті әріптестер, мен Үсенғалиева Нұрхан Наурызқызы, Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қаракөл орта мектебінің химия пәні мұғалімі. Сіздерге химия есептерін шешудің тиімді жолдары ұбт-ға дайындық тақырыбындағы авторлық бағдарламаны ұсынамын. Бұл бағдарлама оқушылардың химиялық есептерді тез әрі дұрыс шешу дағдыларын дамытуға бағытталған инновациялық әдістердің жиынтығы. Неге бұл маңызды? ұбт әрбір оқушы үшін сынақ, бірақ көпшілік есеп шығаруға келгенде қиындықтарға тап болады. Формулалар шатастырады, элексир теңдеулерін жазуда қателеседі, уақыт жетпей алады. Ал менің бұл бағдарламада бұл мәселелерді шешуге көмектеседі. Бағдарлама 34 сағатқа құрылған, аптасына 1 сағат. Бағдарлама негізі сыныптан, мазмұндық бөлімнен, нормативті бөлімге күнтізбелік тақырыптық жоспар 34 сағатқа құрылған, және сонымен бірге қысқартылған мерзімдік жоспар 34 сағатқа жасалынған. Бағдарламаны құру барысында мақсатты аудиторияны байланысты таңдалып алынды. Бағдарлама кімге арналған және сол аудиторияның қажеттіліктері ескерілді. Тақырып терең зерттеліп, бұл бағдарлама мазмұнын байытты. Бағдарламаның логикалық құрылымы жасалып, кіріспе негізгі бөлім қорытындылары жасалды. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың химия пәнінен ұбт-ға сапалы дайындалуын қамтамасыз ету, олардың ғылыми зерттеушілік және аналитикалық қабілеттерін жетілдіру. Міндеттері: химия пәні бойынша базалық және тереңдетілген білім беру, ұбт-да кездесетін типтік есептерді шешудің тиімді әдістерін үйрету. Бағдарламаның жаңалығы геймификация және интерактивті оқыту әдістері. Оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін ойын элементтері енгізілді. Жасанды интеллект негізінде жекелендірілген оқыту, оқушылардың әлсіз тұстарын анықтайтын онлайн тест жүйесі қолданылды. Стем жүйесі қолданылды. Химияны ағылшын тілінде терминдермен байланыстыру арқылы пәндік тілдік кіріктірілген оқыту жүзеге асырылады. Онлайн платформалар мен мобильді қосымшалар арқылы білімді қашықтан меңгеру мүмкіндігі ұсынылады. Практикалық есептер мен зертханалық жұмыстар, яғни теориялық білімді өмірмен байланыстыруға арналған эксперименттік тапсырмалар беріледі. Бағдарламаның ерекшелігі құрылымдық жүйелілігі, яғни есептер қарапайымнан күрделіге қарай орналастырылды. Логикалық есептерге басымдық берілді. Есептерде формуланы жаттаудан ғана емес, оларды қолдану дағдысын дамытады. Талдау және саралау әдістері: әр тапсырманың шешу жолдары бірнеше тәсілмен беріледі. Мобильді және қашықтан оқыту мүмкіндіктері: онлайн тесттер, мобильді қосымшалар арқылы оқу мүмкіндігі қарастырылған. Жасанды интеллект көмегімен адаптивті оқыту, оқушылардың қателерін талдайтын және олардың білімін жекелей дамытатын технологиялар қолданылды. Күтілетін нәтижелер: оқушылар химия пәнінен теориялық және практикалық білімдерін жетілдіреді. ұбт-да кездесетін барлық есептерді шешу дағдылары қалыптасады, яғни емтиханды жылдам оңай тапсыруға мүмкіндік туындайды. Нәтижелерді тексеру әдісі: аралық тесттер, диагностикалық бақылау жұмыстары, компьютерлік адаптивті тесттер, практикалық есептерді қорғау және мұғаліммен кері байланысы, жеке консультациялар мен оқушылардың білімін жетілдіру үшін жеке ұсыныстар беру. Оқушыларға есептерді үйрету барысында қолданылатын бірнеше әдістерге тоқталғым келіп отыр. Ең бірінші бізде формулаларды визуалды есте сақтауымыз жақсы даму қажет оқушыларда. Ол үшін mind maps ой карталары қолданылады. Күрделі химиялық процестерді жақсы түсінуге көмектеседі. Флеш карталар күрделі формуланы анықтама жаттауға және TikTok пен YouTube желілері кеңінен қолданылады. Яғни бұндағы видеолар есте сақтауын жылдам есептеуіне көмектеседі. Есептер топтастыру және алгоритмдеу. Топтастыру: есептерді мазмұнына қарай топтастырамыз. Алгоритм: әртүрлі есепті шешу үшін әуелі алгоритм жасап алу керекпіз. Бұл әдіс тест кезінде уақытты үнемдеуге көмектеседі. Іздеу ережесі: есептің маңызды бөліктерін белгілеп, ең алдымен берілгендер мен ізденілетін шамаларды анықтау керек. Мобильді қосымшалар мен онлайн платформалар қолданылады. Хан академик химияны тереңірек меңгеруге көмектеседі. Хим коллектив есептерді модельдеу және тәжірибелерді визуалды түрде зерттеу мүмкіндігі береді. Table.com интерактивті пилоттық жүйе әр элементтің қасиеттерін тез анықтауға көмектеседі. Сонымен бірге химияның зертханасы елестету мүмкін емес. Виртуал зертханаларға арналған порталдар қолданады. Fit Interactive Simulation, Him Collective Lab. Бұлар есептеу барысында соны визуалды түрде көруге мүмкіндік береді. Тестті жақсы нәтижеге жету үшін 80-20
ережесі Парето принцип қолданылады. Маңызды 20% білу арқылы 80% нәтижеге қол жеткізуге болады. Яғни ең маңызды 20% білімді меңгеру арқылы 80% нәтижеге қол жеткізуге болады. Жиі кездесетін есептерді, қышқыл негізді түзулардың реакцияларын жаттау арқылы. Тест стратегиялары: оңай сұрақтар, белгісіз сұрақтар және логикалық қателіктер. Бағдарламаны қорытындылай келе, оқушылар мынадай нәтижеге жетеді деп айта аламын. Химиялық есептерді қиындықсыз тез шешуді үйреніп, уақытты үнемдеп, тез шешу дағдылары дамиды және ұбт-дан жоғары нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндігі артады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.